7-20-25 бағдарламасы баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру. Заемдар қоржыны 1 триллион теңге, жылдық қарыз алу мөлшерлемесі 7%, алғашқы жарна 20%, несиенің ең үлкен мерзімі 25 жыл. Бағдарламаға Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын ресми расталған табысы бар, жеке басында тіркелген жылжымайтын меншігі мен басқа ипотекалық қарыздары жоқ азаматтар қатыса алады. Сатып алынатын үйге қойылатын талаптар: пайдалануға берілген жаңа үй, баспананың ең жоғарғы құны Астана, Алматы, Ақтау мен Атырау қалалары үшін 25 миллион теңге, өзге өңірлер үшін 15 миллион теңге. Заем сомасы және айлық төлемдердің мөлшері Астана, Алматы, Ақтау мен Атырау қалалары үшін баспананың ең жоғарғы құны 25 миллион теңге. Алғашқы жарна 5 миллион теңге. Заемның ең үлкен сомасы 20 миллион теңге. Өзге өңірлер үшін баспананың ең жоғарғы құны 15 миллион теңге. Алғашқы жарна 3 миллион теңге. Заемның ең үлкен сомасы 12 миллион теңге. Ипотекалық тұрғын үй заемын қалай алуға болады? Клиент үй тауып, банкке жүгінеді. Банк қарыз алушыны тексеріп, заем беруді мақұлдайды. Клиент сатып алу шартын жасасып, құрылыс салушыға алғашқы жарнаны құяды. Банк заем сомасын құрылыс салушыға аударады. Клиент жаңа үйдің кілтін алады.